Assalamu алейкум, қадірлі заманласлар, бізді экран артында тамашалап отырған әзиз тамаша көйлер. Сіздер менен ұсындай әжайып, фазилетлі, мүбәрек Рамазан айында АТВ телеканалы арқылы дидарласып тұрғанымыздан жүдә қуанышлымыз. Мінекей, ақыл ғазинемізді еліде байыту мақсатында Дөкіс қаласы Имам Ишан Мұхаммед Жоме мешіті рәсми сайты Насият Уз интернет канал менен біргелікте басылаған насият көрсетуіміздің нәубеттегі санын сіз әзизлерге інәм етпектеміз. Бүгін студиямызда мейманда Дөкіс қаласы Имам Ишан Мұхаммед Жоме мешіті имам орынбасары Искендеров Жұмабек ұстазымыз менен біргеміз. Ассаламу алейкум. Ұстаз, неге дінімізде туысқаншылық қарым-қатынас хақында да бір жүдә жақсы затлар айтылған. Келің, бүгін сөйбетімізді сол туысқаншылық қарым-қатынас хақында алып барсақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля саййидина ва хабибина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ala ва баракатух. Hurmatli aziz vatandaşlar, мінекей жаңа бұл ініміз сөзінің басында айтып өткендей, осындай бір мүбәрек айларда тұрмыз. Hamımız қолымыздан келгенше сол Аллах Тағала бізге парыз қылған мінекей ораза деген ибадатты тұтып, сауап алу мақсатында мінекей тұтып отырмыз. Аллахым бұл баршамыздың бұл айда тұтқан оразаларымызды, қылып отырған барша жақсы дуаларымызды өзінің дәргайында Аллах Тағала шырайлы тәрізде қабыл қылсын деп Аллах Тағаладан сұрап қаламыз. Енді әлбетте бұл ham juda орынлы мәселе деп ойлаймыз, себебі Аллах Тағаланың сіз бенен біз бенделеріне сондай дәрежеде мехрибан екен, өзінің разылығын табудың hamma жолларын сіз бенен бізге үйретіп кеткен. Мәселен, бірінші орында Аллах Тағалаға ибадат қылуымыз керек болса, сол ибадатларды қандай етіп орыласақ, Аллах Тағала бізден разы болады. Қайсы ибадатты қайсы уақытта орылау керек, шартлары қандай болады, басқа қандай тәртіп қағидалар болса, hammasini Аллах Тағала сіз бенен бізге үйретіп кеткен екен. Әне оннан кейін және Аллах Тағала сіз бенен біз бенделері оның разылығын табуымызда мінекей өзіміз бір жәмиетте инсанлармен жасаймыз. Біз қоршаған орталықта. Әне сол бізді менен бірге жасап отырған инсанларменен қандай мәміледе болсақ, Аллах Тағала бізден разы болады. Әне олардың hammasini мінекей Аллах Тағала өзінің мұқаддес кітабы Құран кәрімде, пайғамбарымыз алейхиссалам өзінің хадис шәріфлерінде мінекей hammasini баян қылып көрсетіп, үйретіп кеткен да. Енді жаңағы бүгінгі сөйлетлесіп отырған темамызға қайтатын болсақ ham, Аллах Тағаланың сол Құран кәрімдегі бір қанша аят кәрималарында ham Аллах Тағала бірінші орында оның өзіне ибадат қылуға шақырып, онан кейін ата-анаға жақсылық қылуға шақырған болса, онан кейінгі орында туған туысқанларға жақсы мәміледе болу, яғни туған туысқаншылық қатынастарын бекемдеуге шақырып. Демек, бұндан көрсек болады, Аллах Тағала бірінші орында өзіне ибадат қылып, онан кейінгі ата-анаға жақсылық қылу болса, онан кейін сол туған туысқанларға жақсы мәміледе болуды айтты ма, демек, бұның қаншелі дәрежеде бір әжірі, сауабы, бір ұлы, үлкен әмел екенлігін көрсек болатын екен. Пайғамбарымыз алейхиссаламның көплеп хадис шәріфлерінде келген бұл туған туысқанларға жақсы мәміледе болу, қарым-қатынасы жақсы, және де жақсылау, және де бекемдеу хақында пайғамбарымыз алейхиссаламнан ham көплеп хадис шәріфлер келген екен. Бір алымлардың бірі сондай өзінің бір марузасында айтып қалған еді, сол естігенімде. Сондай инсанлар бар дейді, мәселен, ата-анасы дүниядан өтіп кеткеннен кейін, ата-анасының мәселен киген киімлері болады. Соны ата-анам тірі уақытында киген деп, соны қастерлеп, абайлап, жоғарыға жақсылап, пакетлеп керек болса, жақсылап алып қояды. Яки сол ата-анам киген деп тұр, оны үстінен тасламастан киеді дейді. Яки ата-анасы тірі уақытында мәселен пайдаланған үй өзгешілік бұйымлары болады. Мәселен, шай ішкен кесалары болуы мүмкін, шайнеклері болуы мүмкін, яки ауқат жеген әрқандай мінекей қасық, табақ дейміз. Сондай бұйымлар болса, соларды ham әттеки сол ата-анамның пайдаланған нәрселер деп соншелі дәрежеде қастерлейді дейді. Бірақ сол бір анадан, яғни бір ананың қарнынан таласып түскен сол туысқандарына ондай мünasebet емес дейді. Егер сол адам ата-анасының киімін соншелі дәрежеде қастерлеп жатыр, яки бір пайдаланған сондай бұйымларын соншелі дәрежеде қастерлеп жатыр, ата-анасын жақсы көрер екен, ата-анама жақсылық қыламын дер екен дейді. Не үшін енді бұл жақтағы сол бір ананың қарнынан таласып түскен туған туысқандарына мәмілесі жақсы емес, яки ортасындағы қарым-қатынас жақсы емес дейді. Егер ата-анасын соншелі дәрежеде қадірлейтін болғанда, сол туысқандарына ham жақсы мәміледе болған болар еді деп бір сол ұстазлардың сондай бір нелерінде естіген едік. Яки және бір имамларымыздың бірі сол
бір өмірлік тұрмыстан, яғни сондай бір тәжірибеден келтірген нәрсесі бір кекселік жасына жетіп қалған, яғни сол 60 жас қаралаған бір апа менен оның інісінің ортасында сондай бір кекселік жасына жеткен уақытта бір келіспеушіліктің келіп бір-біріменен жүз көрмес болып кеткенлігінен. Бұл ненің себебінен десе, сол екі тараптың ажапасы, кейін жаңа інісінің перзентлерінің ортасында қандайдыр келіспеушілік болған. Керісінше өзі негізінде сондай перзенттердің ортасында, туысқанларының перзенттерінің ортасында қандайдыр бір келіспеушілік болса, соны туырлау, жарастыру жас үлкендердің вазифасына кіреді. Бірақ бұлар жаңағы ажапасының перзентлері өзінің анасын өзінің тарапына аударған, інісінің перзентлері өзінің атасын өзінің тарапына аударып, нәтижеде екеуі бір-бірімен жүз көрмес болып кеткен екен. Әне осындай жағдайларды ham бүгінгі күнде тұрмыста көплеп көрсек болады. Мәселен, естіп алматырмыз, яки жарастыру комиссиясы сыfatында барып көріп алматырмыз. Мәселен, бір туған туысқандармен арзымаған бір өзі бұл қатынастықты бұзуға арзитын нәрселер емес. Бұл дүнияның өткінші нәрселер. Біреу жай таласқан, біреу жер таласқан, біреу және бір нәрсе таласқан, ата-анасы өтіп кеткеннен кейін негізінде бұлардың хаммасы осы Аллах Тағала бұйырған, яғни қарым-қатынасты туған туысқанлардың арасында бекемдеуге бұйырған ба? Демек, біз бұны үзетұғын болсақ, жаңа жоғарыда қаншелі дәрежеде сауаплы әмел болса, демек күнәсі соншелі дәрежеде ауыр екенлігін көрсек болады. Енді бұл әмелдің фазилетлері хақында жоғарыда айттық, сол аят кәримада келген деп. Пайғамбарымыз алейхиссаламның хадислерінен бірінде айтылған, кімнің өмірі ұзақ болуын, әмде рызқының кең болуын қалайтұғын болса, туған туысқанлық қатынастықтарын бекемдесін деген. Демек, хаммеміз қалаймыз сол рызқымыздың кең болуын, жақсы тұрмыс кешіруді, өміріміздің ұзақ болуын қалаймыз. Демек, осы нәрселерді қалайтын болсақ, бірінші орында сол туған туысқандарымызбенен қарым-қатынасты және де бекемдеуіміз керек. Енді айтып өткенімізде бұны туған туысқанлық қатынастықтарын үзуліктің қаншелі дәрежеде ауыр күнә екенлігін айттық. Пайғамбарымыз алейхиссалам хадислерінің бірінде айтады, жәннетке туған туысқаншылық қатынастықтарын үзген адам кірмейді деген. Енді Алланың өзі сақласын, бұл жерде алымдарымыз сол хадислерге шолу жасағанда, бұл жерде жәннетке кірмейді дегенде бүткілі, яғни ұлыма кірмейді деген емес, яғни сол қалбіндегі иманы себебінен, қалбіндегі иманның берекесімен бәрібір жәннетке кіреді. Бірақ сол біріншілерден болып, 30-қа еріскен бірінші қатарда сол жәннетке Алланың үлкен бір неғматына еріскен бенделердің қатарында кіре алмайды деген. Яғни бұл дүнияда сол қылған, яғни ата-анасына ақ болды ма, яки туған туысқандарының арасында қарым-қатынасты бұзды ма, үзді ме, байламады ма демек, соған жараса, сол жазасын алғаннан кейін әлбетте бәрібір жәннетке кіреді дейді. Лекін жаңағы біріншілерден болып жәннетке кіретұғынлардың қатарында кіре алмайтұғынларын айтқан екен. Яки Пайғамбарымыз алейхиссалам және бір хадислерінде айтады, сондай гүнах бар дейді. Сол гүнахты істеген адамға Аллах Тағала жазасын бұл дүнияның өзінде һәм тезлетіп, тек бұл дүнияда беріп қоймастан ақыретке һәм алып қоятұғын бір қанша гүнахлар саналған екен. Әне сол гүнахлардың біреуі туған туысқандарменен қатынастықты үзгенлікті айтқан. Яғни кім сол туған туысқаншылық қатынастығын үзетұғын болса, демек ол адамға бұл дүнияның өзінде һәм жазасы тезлетілетін екен, соныңменен бірге ақыретке һәм алып қойылатұғын екен. Бұның өзінен һәм бұл істі қылулық қаншелі дәрежеде бір ауыр гүнах екенлігін білсек болады. Ұстаз, міне қазіргі уақытта бәлкім сол үлкен себеплерге, бәлкім кіші себеплерге көре, сондай туысқанлардың арасында жүз көрмеушілік, болмаса қарым-қатынас үзілуі себеплері болып жатырды. Біз жүде жақсы білеміз, шариғатымызда мұсылман адамға 3 күннен артық аразласып жүруге болмайды. Енді бұндай туысқанлардың арасын жарастыру үшін қандай мәслихатлерді бересіз? Әлбетте, жүде һәм орынлы сұрау, себебі жаңа айтып өткеніміздей бұл арзымас себеплерге көріп, туылған туысқанлардың арасында жүз көрмес болып кетулік, қарым-қатынастылық, сол қатынастықтардың үзілулердің бүгінгі күнде көріп, куәсі болып жатырмыз, естіп жатырмыз. Әлбетте, бұл жүде һәм ашынарлы жағдай. Жәмиетте, демек, қайсы жәмиет рауажлану керек болатұғын болса, әне сол жәмиетте бірінші орында шаңырақтан басланады. Демек, шаңырақлар тыныш болса, кейін қоңыс қоғалар тыныш болса, бір махалле тыныш, бір махалле абат дейді. Демек, махаллелер абат болса, жәмиет абат. Жәмиет абат болғаннан кейін, әлбетте, ватан гүлдеп жаснайды, рауажланады. Демек, бұл һәм сол туған туысқанлардың арасындағы бұндай келіспеушіліктердің болуы,
қарым-қатынаслық, сол байланыслардың үзілуі әлбетте сол жәмиеттің рауажлануына кері тәсір ететін бір себеплердің үлкені деп көрсетсеген болады. Бұл асыр айтқан болмаймыз. Енді хақиқаттан сол жаңа айтып өткеніңіздей, бір момын мұсылман адам өзінің момын мұсылман бірадарына дейді 3 күннен артық аразласып жүруі халал емес деп пайғамбарымыз алейхиссалам хадисінде айтқан. Енді ол бірадар деп атады, бұл жерде туысқан деген жоқ. Енді егер бұл жағдай туған туысқанымен болатын болса, бұл күнәһінің қаншалықты дәрежеде ауыр екенлігін сондан біліп алсақ болады. Неге айлап керек болса жыллап, бірнеше жыллап сол барды келді ортада қатынастың үзілген туған туысқандарының куәсі болып отырмыз. Өзі динімізде һәм пайғамбарымыз алейхиссалам хадислерінде бір хадисінде айтқанда, сіздерге дейді нәфіл ораза һәм де нәфіл намаздан һәм көре сауабы үлкенірек болған, сауабы ұлырақ болған бір әмелдің хабарын берейін бе деп сахабалардан сұрағанда, сахабалар ей Аллахтың расулы бізге бұл нәрсенің бұл әмелдің хабарын берің дегенде ислаху затил байн деп келгенде, яғни екі ортаны ислах қылу, яғни ол ұрысып қалған қоңсықова бола ма, ұрысып қалған туған туысқан бола ма, яки екі дос бола ма, басқа бола ма, демек ата менен перзенттің ортасы бола ма, соны жарастыру үшін әрекет қылған адам, демек сол нәфіл намаз оқыған һәм нәфіл деген бұл жерде ixtiyari дейді. Демек ixtiyari тұтқан оразадан, ixtiyari оқылған намаздан һәм сауабы ұлдырақ әмел екен. Себебі ол екі инсанның ортасын жарастырып қойып жатыр. Егер сол бір-бірімен жүз көрмес болып, бір-бірімен аразласып жүре беретін болса, жаңағы айтқанымыздай, жәмиетте жасап жатқан инсандардың арасында бір-біріне деген дұшпаншылық артып бара береді. Соның үшін жаңағы айтқанымыз сол жәмиеттің рауажлануына өзінің кері тәсірін тигізетін себеплерден да. Соның үшін мінекей осындай бір мүбәрек айда тұрмыз, дұғалар қабыл болатын айда. Азғантай бір жақсы, хайырлы, сауаплы әмелдер қылсақ, Аллах Тағала оның ажырын, сауабын есапсыз қылып, санақсыз қылып беремін деп өзі уәде қылған. Осындай бір айда тұрмыз. Демек, кімдердің қайсыдыр туған туысқанлардың арасында осындай бір арзымас себеплерге көре келіспеушілік болған болса, дәрхал жарасуға әрекет қылымыз керек. Мәселен, енді жасы кішкене болса, баруға, яғни қылған ісінен кейінен мына ашуы, яғни ғазе басылғаннан кейін бір ұялып алдына баруға тартынып жүрген болуы мүмкін, қысыныпты. Сондай уақытта егер жасы үлкен болатын болса, сол жасы кішкенелерге, өзгелерге һәм ибрат болу үшін бірінші қадамды жасы үлкенлердің қойған мақсатқа муафиқ болады. Себебі сол бірінші болып жарасуға әрекет қылған адамға Аллах Тағаланың сауабы көбірек болады. Мен жасы үлкенмен неге мен баруым керек, ол жасы кішкене, оның өзі келсін деген нәрседен аулақ болуымыз керек. Онда Аллахың өзі сақласын, біз кібір деген жүдә һәм бір қалыпке тиесілі болған ауыр бір іллет бар, соған душар болып қаламыз. Өзі бұл шайтанның мақсаты солда инсанды уасуас қылып, бір-біріне дұшпан қылып, қалбіне әр түрлі нәрселерді салып, кібірленуге апарса, демек ертең сол бенденің кібір деген жаман іллет қалбінде болса, Аллахың өзі сақласын, ол бенденің жазасы ертең ауыр болады. Сондай уақытта бір инсан суретінде болуы мүмкін, яки өзі қалбіне уасуас қылуы мүмкін. Жаңағыдай сен жасы үлкенсең, сен неге барасың, өзі келіп кешірім сұрасын, басқа деп, сол шайтанның көрінісіндегі инсанлар болуы мүмкін да, туырдан-туыр келіп тұр, оған айтып, сол жарастырудың орнына ортасын бұзуға әрекет қылады. Сондай нәрседен аулақ болу керек. Жасы үлкен болса, қайта бірінші болып қадам қойып, інісінен яки өзінен кішкене болса сіңлілерінен барып тұр, кешірім сұрап, халынан, жағдайынан хабар алып, ортаны жарастыруға әрекет қылса, иншалла Алланың алдында ажыр сауап көп болады. Соның үшін айтатын нәрсеміз қолдан келгенше, жасы кішкене болса ham бәрібір жаңа айтқанымыздай бірінші болып ағасынан яки апасынан егер қафа қылып қойған болатын болса, дәру сол ғазебі түскеннен кейін, һәм нәрсе басылғаннан кейін дәру барып кешірім сұраса, бірінші болып жарасуға сол қадам қоятын болса, қайсысы бірінші қадам қойса, әлбетте Аллах Тағаланың алдында ажырым сауабым ұлы болады, иншалла. Ұстаз, мінекей екі туысқан бола ма, дос бірадарлар бола ма, яғни екі аразласып қалған адамның ортасын жарастыру сондай бір үлкен сауапты іс екенін айтып өтіп жатсыз. Және жоғарыда айтып өттіңіз, сондай шайтан келбетіндегі инсандар да болады деп жатырсыз. Яғни сол сауаптың керісі, яғни сол адамдардың ортасын қайта жәнжеллестіріп қоятын сондай инсандар да болады. Меніңше оның да азабы, күнәсі ауыр болса керек. Әлбетте, өз асында жоғарыда
айтқанымыздай ислах узатил байынды өзі инсандардың ортасын жарастырып қоюды, егер сол жаңағы айтқандай нәпіл намаз, нәпіл розадан сауабы үлкен болса, оның керісі болатын болса, сол пайғамбарымыз алейхиссалам жаңағы хадисінің давамында хия әл халиқату дейді. Халиқату деген қырушы деген. Яғни мәселен бір мына шаш алатын үскене дейді, бритва дейді. Сол ішіне алмас салынып, шашты алған уақытта басымыздан шашты түбінен алып тастайды. Демек, осы инсандардың ортасын әне сондай қылып бұзу, бұл не қылады? Сол инсаният, яғни бүткіл жәмиетті қырушы деген алымдарымыз. Жаңа хадистің давамында айтылғанда пайғамбарымыз айтсын, бұл инсандардың ортасын бұзу, ол қырушы. Халиқату деп, халиқа дегенде сол шолуында алымдар бұл түбінен алып тастайды. Яғни тамырынан қопарып тастайды. Яғни бір жәмиетті жоқ қылып жіберуге, жоқ болып кетуіне алып келеді. Ана сондай жаман гүнах екенлігін айтқанда. Неке сол тафсир кітапларымызда сол сихр хақында келген бір аят бар Құранда. Ана соң тафсир кітабында сондай бір мағлұмат келеді. Әттеки мына не дейді, мына шағымшылық дейді. Яғни бір адамның гәпін екінші адамға жеткеруді һәм сихр деп атағанда, яғни сихргарлар, мәселен, сихрмен шұғылданып, бір жыллап, яки 10 жыллап қыламаған ісін, сол жаңағы екі ортаны бұзу үшін екі адамның мәселен айтпаған гәплерінен саған мына адам мынандай деді деп, екінші тарапқа барып айтпасаң мынау сен мынандай деп айтты деп, екеуінің ортасын бұзу мақсатында әне сондай гәп таситын адамды һәм хәттеки бұл сихргардан һәм тәсірі көбірек екенлігін да. Әне сол жерде бір уақияны келтірген, бір хаял екі ерлі зайыптының ортасын бұзу мақсатында да. Барып күйеуіне сенің хаялың жаңағыдай басқа біреуге тұрмысқа шықпақшы, сені өлтірмекші, егер жаңағыдай мен гәпіме сенбесең, бүгін өзіңді өтірікке ұйықтағанға салып жат көресің дейді. Сөйтіп, екінші тарапқа хаялға барып айтады да, сол күйеуің дейді, сен менен ажырасып, басқа біреуге үйленбекші. Сол күйеуіңнің дейді, сақалынан бір екі түк жұлып әкеп берсең, мен сондай дәрежеде саған тәсір өткеріп беремін, күйеуің ешқашан сенен ажыралмайтын болады деген. Әне сондай жаңағы екеуінің ортасына бар, өзі екеуінің ондай ниеті жоқ. Мәселен, күйеуі хаялымен ажыраспақшы емес, яки хаялден басқа біреуге тұрмысқа шықпақшы емес, ниеті жоқ, бірақ ортаны бұзу мақсатында жаңағы хаял екеуінің әне сондай гәпті жеткеріп, хақиқаттан кеште сол күйеуі өзін өтірікке ұйықтағанға салып жатса, хаял қолында жаңағы мына шаш алатын аспап бар, соны алып, енді ол өткір болады да, қолында тұрған көреді, қараса ақырдан жатырыпты, сөйтіп жаңағы хаялдың айтқан рас екен деп тұрып, сол жерде өзінің хаялының жанына қасық қояды. Енді бұны естіген хаялдың сол туысқанлары келіп, сол күйеуінің һәм жанына қасықлады. Нәтижеде екі инсан бұл дүниядан не қылды? Беймезгіл өтіп кетуіне себепші болды. Соның үшін жаңа айтпақшы болғаны, бұл ортаны бұзу қаншалы дәрежеде ауыр гүнах екенлігін айтпақшымыз да. Мәйлі туған туысқанның ортасы бола ма, достардың ортасы бола ма, қоңыс қоғанның ортасы бола ма, соның үшін бұндай жаман іллеттен аулақ болуымыз керек. Мінекей, әзиз ватандаштар, Рамазан айына мінекей ақырлап қалды. Сол ақырғы 10 күн мінекей сол дозақтан азат болу, дозақтан халас болады 10 күн дейді. Демек, сол ақырғы 10 күнлікте сол ертең Аллах Тағаланың фазлы, мархаматы менен өзімізді сол 30-қа еріскен бенделердің қатарында сол жәннетке кіргізетұғын, Аллах Тағаланың дозағынан сақлайтұғын әмелдерді көбірек қылып қалуымызға әрекет қылуымыз керек. Әне солардың бірі айтатұғын нәрсеміз, егер қандайдыр себеплерменен бір туған туысқанлардың арасында бір келіспеушілік болған болса, көп ұзатпай, қайсысы болсын, мәйлі ол ағасы болсын, мәйлі ол інісі болсын, яки апасы болсын, яки сіңлісі болсын, бірінші болып сол кешірім сұрауға әрекет қылу керек, ортаны жарастыруға әрекет қылу керек, Құда қаласа сауап көп болады. Мінекей ертең иншаллах Рамазанды бір жақсы жұмақлағаннан кейін, мінекей сол Рамазанның ақырғы күні мінекей таусылғанда хайт намазлар оқимыз, мінекей сол хайт намазларынан кейін шығып, жаңа айтқанымыздай ортада бір сол туған туысқанлардың ортасында бола ма, яки қоңыс қобалардың ба, яки бір достардың ортасында әне сондай бір қафаласулар болған болса, осы нәрселерді ұмытып, сол хайтпенен бір-бірімізді құтлықлап, Құда қаласа ортаны жарастыруға әрекет қылсақ, иншалла біз һәм сол жәмиетіміздің бір гүлдеп жаснауына, ватанымыздың тыныштығына өзіміздің азғантай болса һәм үлесімізді қосқан боламыз. Ұстаз, рахмет, жүдә әжайып сәубет болды. Әлеміңіз бұндан да зияда болсын.
Әлбетте, бұл бүгінгі сәубетіміз бізді тамашалап отырған тамаша көйлерімізге де өзінің үлкен пайдасын тигізді деген үміттеміз. Әзизлер, жоғарыда өздеріңіз естігеніңіздей, туысқаншылық қарым-қатынас хақында үлкен сауаплар бар екен, һәм бұған кері тәсірлерде үлкен күнәлар бар екен, өздеріңіз де жүдә жақсы біліп алдыңыз деген үміттеміз. Әзизлер, тағы бір мәрте Рамазан айы менен бәршеңізді құтлықлап қаламыз. Осының менен бізде өз көрсетуімізді жұмақлаймыз. Егер сіздерде көрсетуіміз бойынша сұраулар туылып отырған болса, Нөкіс қаласы Имам Ишан Мухаммед Жоме мешітінің рәсми сайты Насихат Уз интернет каналының әрқандай социал тармақтағы каналлары ботларына өздеріңіздің сұрауларыңызды жолдасаңыз болады. Әзизлер, осындай жақсы күндерде, жақсы кейпиятта АТV телеканалында көріскенше, хош, сау, саламат болың.